жүргізсе, ешкімнің ешкімге қарсылығы жоқ болатын еді, иә. Енді олар да сондай нәрсе өз жақтарынан сондай іс жасау керек қой. Біз жақсы мемлекет амал жоқтан біз айтуымыз керек, айтпасақ та көрсетпесек те ақшамызды көрсетуіміз керек болып тұр. Ал енді мемлекет солай жасаса, онда жақсы болар еді. Мемлекет не істеу керек сонда, қалай жасау керек? Тиімді қолданса, біздің кетіп алған салықтарды көрсетсе, я халыққа қайда кетті, қанша жасалды, бір керек емес көріп жатырмыз, керек емес нәрселерге ремонттар жасалынып жатыр. Мен өзім опытымда компаниялар болғандықтан мен көріп жатырмын. Бөлісе айта аласыз ба, сол өзіңіздің тәжірибеңізде болған керек емес жасалып жатқан? Қорқасыз ба? Қорқам. Үлкен суммалар кетеді. Қорқынышты ол. Сіз көзіңізге жас келіп сондай осы енді осылай болып қалды. Шынымен ақ сіздің көңіліңіздің босауы бұл Айжамал, менің ойымша халықтың да жағдайын ойлап жатсыз ғой сіз, иә. Бір адамдар күн көріске бір дұрыс тамақ алып жей алмай жатқанда, әшейін мүмкін кеспе басып жеп, дұрыстап ет те ала алмай жатыр. Мына жақта басқа адамдар шалқып өмір сүріп жатыр, Сол жағына көңіліңіз босап кетті ма? Шын айтсам, мен сізбен сұхбаттаспай тұрған кезде жағдайдың тым осындай өте қиын екенін жете түсінбеппін, шын айтқанда. Консультацияға келеді ғой. Бір кісі недавно жылап келді да. Енді салық органына айта алмайсыз ғой. Бірақ айтқың келеді, айта алмайсың әрине. Сол жақтан бір инспектордан консультация алып жүрген. Соның ИП-сын сол кісі жүргізіп жүрген. Дұрыс мәлімет бермегендіктен ол кісі салықтан 5 миллионға штраф келеді. Сол моментте ол кісі мен ештеңке білмеймін деп телефонын өшіріп қояды болды. Ал енді сол несін салығын 5 миллионын кредит алып жапты. Одан бөлек ол 5 миллион бергі жағы ғой. Менде 50 миллион қарызға кірген адам бар. 80 миллионға қарызға кірген адам бар. Бүкіл үйін, бизнесін тартып алған адамдар да бар. Казахстанцы, прошу вас, остановитесь на минуту. Особенно те, кто всю жизнь работал честно и устал от громких слов, которые ничем не заканчиваются. Меня зовут Жанна Оразбахова. Многие знают меня по журналистике. Сол салықты дұрыс төлемедің деген дүниемен ба? Иә. Бізде айтып кететін, осы жерде айтып кеткім келеді. Адамдар қазір негізі не үшін ішіңіз ашиды, Бізде жаңа 250-270 деген форманы прям жақсы алып келе жатқан. Мен сол кезде қуандым. Бізде енді даже мемлекеттік органда анық жұмыс жасайды. Себебі 4-ші этапта бізде жеке тұлғалар еді ғой. Сол жеке тұлғалардың барлығы міндетті түрде осы форманы тапсыруға кірген болса, жаңағы біреудің қалтасына ақша кетпейтін еді. Оның барлығы толық жабылатын еді. Сол моментке келген кезде тоқтатып қойды ғой. Жеке тұлғалар деп кімді айтып отырсыз? Біз жасырын емес қой. Бізде жоғарыда отырған кісілер өзінің атына оформлять етпейді ғой ештеңкені. Басқа бір жұмыссыз, басқа біреулерге оформлять етеді. Барлық мүліктер солардың атында. Ал 250-270 деген форма соны жабатын еді. Мысалға айтатын болсақ, сіздің табысыңыз жоқ, но бірақ сізде үлкен үйлер, машиналар қайдан пайда болды деп сұраған кезде, ол жерден де салық төленетін еді, ол мемлекетке қайтаратын еді, ол нәрселерді. Сол жерге келгенде тоқтап қалды ғой. Демек, сондай өте мықты бай кісілер соны сол бойы толтырған жоқ, Кәсіпкерлер шын өз дүниесін барлығын көрсетті.
кірді олар кәсіпкерлер барлық бизнесындағы салықтарын төледі, көрсетті. Сіздің айтып отырғаныңыз Мүліктеріңіз көрсетті. олардың ішінде мемлекеттік шенеуніктер де бар. Жеке тұлғаға қатысты келетін болсақ, сол жақта кіріп кетті ғой соның ішінде. Енді оларға келген кезде өз еркілеріңіз, тапсырсаңыз да болады, тапсырмасаңыз да болады дей салды. Демек бізде ыңғайына қарай былай құбылып отырамыз, Былай істей салайық, онда былай істей салайық деген сияқты, Бір өкініштісі бізде заң көп. Жақсы, налоговый кодексті енгізді, салықты енгізді, салық кодексін. Бірақ бізде салық кодексінің өзі нақты емес қазір. Бұрынғы кезде міне салық кодексі болды, сен бухгалтерсың, жаттайсың, кәсіпкерсің, жаттайсың, осы заңға сай жүресің, болды, ештеңке өзгермейді. Сенде ешқандай стресс жоқ. Ал енді қазір постановление деген нәрсе бар. Жаңағындай Қаулы. Салық кодексінде жазылады, қаулыға байланысты дей салады, а қаулы ол жылына бірнеше рет өзгеруі мүмкін. Бұл